бала бұндай ауыртпалықты сезінуге лайықты емес. Мысалы, ер адам әйелі аяқ астынан қайтыс болған кезде араққа салынады, депрессияға түседі, немесе басқа әйелге үйленіп, балдарына қамқорлық жасамай кетеді. Араққа салынған, депрессияға түскен әкесіне бала қамқорлық жасауға мәжбүр болады. Бұл баланың психикасы үшін өте үлкен ауыртпалық. Яғни бала ересек адамға қамқорлық жасаған кезде бала өз рөлін жоғалтып алады. Немесе әкесі басқа әйелге үйленген кезде балдарына қамқорлық жасамай кетеді. Осы кезде балдардың ең үлкені өзінен кейінгі балдарға қамқорлық жасауға мәжбүр болады. Яғни әке ана рөліне кіруге мәжбүр болады. Өзінің бала рөлін жоғалтып алады. Сондықтан ересек адам араққа тәуелді болса, депрессияға түссе, стресске түссе, қандай да бір психикалық ауруларға шалдықса, бұл ересек адамның өзінің жауапкершілігі. Оның салдарынан бала ауыртпалықты сезінуге лайықты емес. Сондықтан егер үлкен қызыңыз сіздің әйеліңіздің рөлін атқарса, немесе үлкен ұлыңыз күйеуіңіздің рөлін атқарса, бұл қуанатын жағдай емес. Бұл жерде бала өзінің рөлін жоғалтып алды. Бұл нарциссттік травмаға келеді. Сіздермен бірге болған мен қазақ тілді психолог Айғаным.